Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз өткен сабақта заттардың тасымалының екі типін өткен болатынбыз. Естеріңде бар ма? Ол қандай тип? Бірінші, енжар тасымалдану. Былайша айтқанда пассивті. Екінші, белсенді тасымалдану. Ол активті. Енжар тасымалдануда біз қарапайым диффузия, жеңілдетілген диффузия, алмасу диффузиясы, осмос және фильтрленуді жатқызған болатынбыз. Енді осы бүгінгі сабақта солармен тереңірек танысайық. Сонда біздің бүгінгі сабағымыз енжар тасымалдану. Сонда енжар тасымалдану дегеніміз не? Бұл енжар тасымалдау дегеніміз балар, заттардың мембрана арқылы әртүрлі градиенттер бойынша энергияны шығынданбай тасымалдану. Энергияны жұмсамай тасымалдану. Энергия дегеніміз ол АТФ. АТФ-ті жұмсамайды енжар тасымалдану кезінде. Ал әртүрлі градиенттер дегеніміз не? Ол қандай градиенттер болуы мүмкін? Олар электрохимиялық потенциал, яғни градиенттердің түрлері, электрохимиялық потенциал, бұл градиент немесе заттар концентрациясы, заттар концентрациясының градиенті. Концентрациясы. Электрлік өріс. Электрлік өріс. Осмостық қысым. Осмостық қысым. Тағы басқа, балар, тағы басқа. Сонда енжар тасымалдау дегеніміз қайтадан анықтамасын айтайық. Енжар тасымалдану дегеніміз заттардың жасуша мембранасындағы әртүрлі градиенттер, ол электрохимиялық потенциал градиенті, заттар концентрациясының градиенті, электрлік өріс және осмостық қысым градиенттеріне байланысты энергияны шығынданбай, энергияны жұмсамай тасымалдану. Осыны біз енжар тасымалдану деп атаймыз. Енді концентрация градиенті дегеніміз не? Концентрация градиенті дегеніміз балар, бұл жасуша ішіндегі және жасуша сыртындағы заттардың айырмасы, немесе заттардың концентрациялық айырмасы. Осыны концентрация градиенті деп атайды. Сонда енжар тасымалдануда заттардың тасымалдануы концентрация градиентінің бойымен, концентрация градиенті бойынша жүреді. Қарсы жүрмейді, бойымен жүреді. Түсінікті ғой, иә? Сонда бір сөзбен айтқанда, былайша айтқанда, бұлар қарапайым диффузия, жеңілдетілген диффузия, алмасу диффузиясы арқылы жүзеге асады. Ал диффузия дегеніміз не? Диффузия дегеніміз әртүрлі ортада заттардың ретсіз тасымалдануы. Осыны диффузия деп атаймыз. Сонда диффузия деген сөз болса, ол енжар тасымалдану деген сөз. Енді қарапайым диффузия. Қарапайым диффузияны біз қарапайым тілмен сөзбен айтқан кезде, балар, бұл концентрациясы жоғарғы ортадан концентрациясы төмен ортаға заттардың өтуі, немесе тасымалдануы. Осыны не деп атаймыз? Қарапайым диффузия деп атаймыз. Қарапайым диффузия кезінде жасуша мембранасы арқылы заттар оңай өтеді. Мысал үшін қарапайым диффузия арқылы өтетін оттекті алуға болады, немесе көмір қышқыл газын алуға болады. Бұлардың мөлшері кішкентай, заряды жоқ, полюссіз. Сондықтан олар қарапайым диффузия арқылы тікелей жасуша мембранасы арқылы өтеді. Енді сонда қарапайым диффузияда зат алмасудың энергиясы жұмсалмайды. Түсінікті ғой, иә? Енді екінші енжар тасымалдаудың түрі ол жеңілдетілген диффузия. Жеңілдетілген диффузия дегеніміз не? Бұл дегеніміз концентрация градиенті бойынша тасымалдаушының көмегімен нәруыз
ол тасымалдаушы көмегі дегеніміз былайша айтқанда нәруыздың көмегімен биологиялық мембрана арқылы иондардың енжар тасымалдануы. Осыны біз не деп атаймыз? Жеңілдетілген диффузия. Сонда жеңілдетілген диффузияда бізге тасымалдаушы болып тұрған кім? Бізге тасымалдауға көмектесіп тұрған әрине ол нәруыз. Енді сонда нәруыз, міне қараңдаршы, мына нәруіз деп ататсақ, нәруіз жасуша мембранасын тесіп өтіп отыр. Міне тесіп өтіп отыр, иә. Тасымалдаушы нәруіз бұл екі конформациялық күйде болады. Бірінші альфа конформациялық күйі, екінші бета конформациялық күйі. Енді қараңдар, альфа конформациялық күйде қалай болады? Мынау жасушаның мембранасы балар. Жасушаның мембранасы екі қабат фосфолипид молекулаларынан тұрады. Олардың басы болады, міне басы, және құйрықшалары болады. Көріп тұрсыңдар ғой, иә? Бұл жасуша мембранасының қос қабатты фосфолипид қабаты, былайша айтқанда, қос қабаты. Енді қараңдар, енді біз альфаға керейік, иә? Альфа күйінде бұл нәруіз тасымалдаушы заттарды өзіне тартып алу қабілеті болады. Тартып алу қасиеті болады. Міне заттарды өзіне не істеді? Затты өзіне тартып алды. Сол кезде конформациясында саңылау пайда болды. Көрдіңдер ме? Тартып алған кезде ол не пайда болды, балар? Саңылау пайда болды. Сонда ішке қарай байланыстыру аймағы ішке қарай бұрылады. Міне сол кезде мембрананың бір жағынан ашылатын, міне саңылау түзіліп тұр. Ал енді екінші бета кезінде тасымалдаушы нәруіз бұл жерде өзінің конформациясын басқа жаққа өзгертіп тұр. Ол тартып алу қасиеті жойылады, бағанағы зат ішке қарай өтеді. Сонда мына саңылау ішке қарай ашылып тұр. Сонда тасымалдаушы нәруіз екі түрлі конформацияда бола алады. Көріп тұрсыңдар ғой, ол қандай? Альфа және бета конформациясы. Енді жеңілдетілген диффузияның мысалына нені келтіруге болады? Жеңілдетілген диффузия мысалына қаннан миға глюкозаның өтуін мысал ретінде айтуға болады. Немесе бүйрек өзекшелерінде кейбір амин қышқылдарының сіңірілуі, немесе глюкозаның біріншілік зәрден қайтадан қанға сіңірілуі осы жеңілдетілген диффузияның мысалы бола алады. Түсінікті ғой, балалар? Сонда бізде енжар тасымалдану, қарапайым диффузия, жеңілдетілген диффузия және алмасу диффузиясы. Диффузияны тағы есімізге түсірейікші. Диффузия дегеніміз не еді? Диффузия дегеніміз әртүрлі ортадағы заттардың ретсіз тасымалдануын не деп атаймыз? Диффузия деп атаймыз. Енді алмасу диффузиясы ше. Алмасу диффузиясында балар, бұл мембрананың екі жағында орналасқан бір заттың молекулаларының өзара алмасуы жүреді. Түсінікті ғой, сонда мынау мембрананың екі жағында орналасқан молекулалар алмасады. Осыны алмасу диффузиясы деп атайды. Мысалы үшін біз клетка деп алсақ, жасуша деп алсақ, жасуша деп алсақ. Енді жасушаның ішкі жағында кальций иондары бар дейік. Кальций иондары бар. Ішкі жағында. Ал сыртқы жағында натрий иондары бар. Осы натрий мен кальций бұнда 3 натрий жасушаға енген кезде бір кальций ионы жасушадан шығады. Міне, көріп тұрсыңдар ғой. Осыны алмасу диффузиясы деп атайды. Не деп атайды екен балар? Алмасу диффузиясы деп атайды. Бағана айттым, заттар тасымалдаушы нәруіздің көмегімен тасымалданады дедім, Естеріңде бар ма? Мынау конформациясының өзгеруі. Сонда нәруіздің көмегімен тасымалданған кезде заттардың нәруіз тасымалдаушы көмегімен тасымалдануын унипорт деп атайды. Унипорт. Сонда унипорт дегеніміз нәруіз тасымалдаушы көмегімен заттардың тасымалдануы.
түсінікті ғой, иә. Ал енді антипорт деген бар. Антипорт қандай деген екен? Анти дегеніміз не ол? Қарама қарсы деген сөз. Антипорт. Бұл дегеніміз не? Антипорт дегеніміз, балалар, бұл бағанағы натрий мен кальцийдің беттескен қозғалысы, былайша айтқан кезде, 3 натрий ішке кіргенде, 1 кальций ионы қайда шықты? Сыртқа шықты. Осы алмасуды тасымалдаудың бұл түрін антипорт деп атайды. Міне сонымен, балалар, біз бүгін нені өттік? Біз енжар тасымалдануды өттік. Енжар тасымалданудың қандай түрлерін білесіңдер? Жеңілдетілген диффузия, қарапайым диффузия, алмасу диффузиясы. Міне бүгін біз осы диффузия, әртүрлі диффузия жолдарын сендерге түсіндірдім. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.